Сәлем достар, сіздермен Дәулет Бисұлтанов. Видео басталмас тұрып, сіздерге арналған конкурстың шарттары өте оңай. Біріншіден, осы видеоға лайк басыңыз, екіншіден, подписка және колокольчикті басуды ұмытпаңыз, және үшіншіден, осы видеоның астында телеграм-каналға подписка жасаңыз. Міндетті түрде достар. Бүгін сіздерге оңай ақша табу тәсілін көрсетемін. Ол сайт арқылы мектеп оқушысы, студенттер немесе үйде отырған аналар барлығы қолданып, ешқандай ақша салымсыз интернет арқылы ақша табуға болады. Сайт Advega деп аталынады. Ссылкасы менің телеграм-каналымда болады. Осы телеграм-каналда сіздер ақша табу туралы көп ақпарат таба аласыздар, сондықтан да жазылыңыздар. Advega сайты әрбір заданияға өте жақсы ақша төлейді. Ал бізге керегі регистрация басамыз мына жерде. Одан кейін өздеріңіздің емейлдарыңызды, псевдонимдарыңызды жазасыздар. Одан кейін зарегистрироваться дегенді басамыз. Немесе өздеріңіздің Google почталарыңыз арқылы да кіруге болады. Регистрация жасап болғаннан кейін работа в интернете дегенге басамыз, одан кейін поиск работы. Одан кейін достар мына жерде оң жағында тип работы дегенде social лайки, репосты, social приглашение пользователей, публикация в социальных сетях. Осыларды ғана таңдаймыз. Одан кейін искать дегенді басамыз. Енді заданияларды көріп шығайық. Мына жерде создать аккаунт Instagram дегенге 15 рубль төлейді екен, ол дегеніміз 75-80 теңгедей болады. Ары қарай іздейік, подписаться на Instagram дейді 4 рубль, ол дегеніміз 25 теңге. Бір задание как минимум 20 теңгеден жоғары ақша төлейді осы жерде. Ары қарай пригласить друзей на группу Facebook дейді 30 рубль, ол дегеніміз 160-170 теңгеге дейін барады екен бір заданиені орындағандарыңыз үшін. Осы задание сіздерден бір 10 минут уақыттарыңызды ғана алуы мүмкін. Ары қарай көрейік. Оценить приложение в App Store iPhone-ға 20 рубль деп тұр. Задание оқитын болсақ, скачать приложение, зайти в приложение и ознакомиться с функционалом, одан кейін поставить 5 звезд дейді. Осы да сіздерден бір 4-5 минут уақыттарыңызды алар, сол үшін 110 теңгедей ақша табуларыңызға болады екен. Ары қарай подписаться на телеграм-канал. Ол үшін 30 теңге ақшадай төлейтінін өздеріңіз көріп тұрсыздар. 1 минут уақыттарыңызды алады осы. Ары қарай көрейік. Оценить приложение в App Store тағы 22 рубль төлейді. Сонымен қатар App Store-дан басқа Google Play-да заданиялар бар. Ол жерден де сіздер осындай ақша табуларыңызға болады. Ары қарай оставить отзыв или немесе проголосовать 10 рубль. Подписаться на канал YouTube 4 рубль дейді. 20 теңге міне. Достар, әрбір заданияға көріп тұрғандарыңызда өте жақсы ақша төленеді. Сонымен қатар егер сіздер күнде осы сайт арқылы ақша тапқыларыңыз келсе, үстіңгі жерде сіздерде подписация деген бар. Осы рассылкаға сіздер подписка жасауларыңызға болады. Одан кейін сіздерге әр күн сайын жаңа заданиялар шығып тұрады. Соларды сіздер бірінші болып орындауларыңызға болады екен. Мысалы, подписация деп басайық. Жаңағы рассылкадан міне жаңа заданиялар келіп тұр. Репост деп тұр. Отзыв и проголосовать 10 рубль 60 теңгеде ақша төленеді екен. Және достарына оң жағында сіздер өздеріңізге жақын профессияларды таңдап, осы заданияларды орындауларыңызға болады. Мысалы, мына жерде IT софт бар, одан кейін дизайн и предмет интерьера, кино дейді, красота и здоровье, мысалы, музыка, недвижимость, образование. Сондықтан да өздеріңізге керекті категорияны таңдап, орындауларыңызға болады. Егерде достар сіздер жақсы копирайтинг немесе тексті білетін болсаңыздар, мына жерде увеличить объем текста осы үшін 740-930 рубль төлейді. Ол дегеніміз 4-5 мың теңге бір задания ғана осындай ақша төленеді. Ары қарай көрейік. Группа текстов на тему учебы дейді. Ол үшін 642-ден 734 рубльға дейін төленеді екен. Бір задания бұл дегеніміз. Күніне 2 задания орындап тұрсаңыздар, сіздер 4-5 мың теңгені оңай табуларыңызға болады екен осы сайт арқылы. Одан кейін работа в интернете, заработок на капче деген бар. Бұл жерден де сіздер мысалы бір капчаны орындағандарыңыз үшін, бір текстті қайталап жазғандарыңыз үшін де ақша төлейді. Ары қарай егер қарайтын болсақ, бұл жерден қандай ақша табуға болады. Тек қана капчаны орындағандарыңыз үшін за рабочий день можно зарабатывать деп тұр 2-3 доллар. Ол дегеніміз 1200-1400 теңгеден болады. А за месяц до 100 долларов деп тұр. 42-500 теңге тек қана капчадан ғана табуларыңызға болады. 1 сағат, 2 сағат уақыттарыңызды бөліп. Достар, тіркеліңіздер осы сайтқа, ссылкасы менің телеграм-каналымда болады. Одан кейін мына жерде магазин статей деген жерде сіздер вывод средств бар ақшаны осы жерден шығарып аласыздар. Ақша шығарып алудың 4 способы бар. Верификация WebMoney, Kiwi кошелек немесе карта, Яндекс деньги. Бізге оңай ол Kiwi кошелек немесе вывести на карту басайық.
мына жерге өздеріңіздің номер карталарыңызды, одан кейін текущий пароль осы сайттың жазасыздар, одан кейін сохранить деп басасыздар. Достар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Аптасына кем дегенде 2 видео шығып тұрады, сонымен қатар конкурстар болып тұрады осы каналда. Сондықтан да подписка жасаңыздар. Сіздерге көп рахмет.